Сәлем достар, бүгін біз шоколадты торт дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді, яғни ұн, какао және разрыхлительді бір келкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Одан соң бөлек ыдысқа 5 жұмыртқаның сарысы мен ағын бөліп аламыз. Жұмыртқаның ағына шым-шым тұз саламыз және миксерлейміз. I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely, so show me the way home. I can't lose another life. Hurry, I'm worried. The world's a little blurry. Жұмыртқаның ағына қантымызды аздан салып отырып, массамыз қоюланғанша миксерлейміз. The friends I've had to bury, they keep me up at night. Said I couldn't love someone, 'cause I might break. If you're gonna die, not by mistake. So where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. So tell me you'll come home, even if it's just a lie. I try not to upset you, let you rescue me the day I met you. I just wanted to protect you. Енді жұмыртқаның сарысын бір-бірлеп қосып отырып миксерлейміз. Hurry, I'm worried. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. Was hoping you'd come home. Енді 1-2 үлкен қасық құрғақ массамызды дайындалып жатқан тестаға салып отырып, лопаткамен астынан үстіне қарай араластырамыз. Массамыз міндетті түрде біркелкі болу керек. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Won't you stay inside? Remember not to get too close to stars. Осымен біздің тестамыз дайын. Енді оны 170-180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Тестамыз піскенше крем дайындаймыз. Кремімізге 300 мл сливкиді сәл қоюланғанша миксерлейміз. 200 грамм творожный сыр қосамыз және 3 үлкен қасық сахарная пудра, 2 үлкен қасық какао қосып, массамыз қоюланғанша миксерлейміз. Or maybe it's my eyes. The friends I've had to bury, they keep me up at night. Said I couldn't love someone, 'cause I might break. If you're gonna die, not by mistake. So where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. So tell me you'll come home, even if it's just a lie. Тестамыздың дайын болғанын пышақ немесе таяқша арқылы тексереміз. Менің бисквитім 4,5 см болды. Бисквитімді 1,5 см-ден 3 бөлікке бөлдім. But now I'll never get to. Бұл менің бисквитімнің керісінше аударған кездегі түрі. 1,5 см-ден 3 бөлікке шет жақтарын кесіп алып, осылай жіппен бөлсеңіз, біркелкі шығады. Енді пропиткасына қант пен суды араластырып, екі жақ шетіне жағамыз. Сол кезде сіздің бисквитіңіз өте жұмсақ болады. Told you not to worry, but maybe
maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Кождар суығаннан кейін орталарына крем жағып шығамыз. Дайын тортыңызды өзіңіздің қалауыңызша әрлесеңіз болады. Мен шоколадты теркадан өткізіп, бетіне септім. Қалған шоколадыма кішкене сүт қосып ерітіп, бетіне жақтым. Осымен менің шоколадты тортым дайын болды. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Шоколадты торт жақсы көретіндер бағасын берер деген үміттемін. I'm worried, the world's a little blurry, or maybe it's my eyes, the friends I've had to bury, they keep me up at night, said I couldn't love someone, 'cause I might break, if you're gonna die, not by mistake. So where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. So tell me you'll come home, even if it's just a lie. I try not to upset you.